Үйіне газ тартқысы келетіндер үшін жақсы жаңалық. Қарағанды облысында орталықтандырылған газ жүйесіне қосылу үшін 5 жылға пайсыз несие беріле бастады. Толығырақ пайдалы инфода. Бағдарламаға қатысу үшін тұрғын үй қорын жаңғырту орталығына барып өтініш бересіз. Өзіңізбен бірге жеке куәлігіңізді және де үйдің құжаттарын алуды ұмытпаңыз. Оған қоса газ қосу үшін техникалық шарттарыңыз болуы қажет. Жалпы несиені рәсімдеуге шамамен 10 күн уақыт кетеді. Ал айына төлейтін төлем 12 мен 17 мыңның арасында болады. Газ тартқысы келетін әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар үшін 300 мың теңге көлемінде төлем де қарастырылған. Биыл бағдарлама бойынша 300 тұрғын үйдің иесіне осындай несие берілді. Келесі жылы бұл 500 мыңға дейін артпақ. Тұрғын үй қорын жаңғырту орталықтарының мекен-жайы мен телефондарын экраннан көре аласыздар. Бүгінгі біздің ақпарат сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліп қойыңыздар.